Сәлем балалар, мен бауырсақпын, яғни бауыр. Көңіл көтергенді жақсы көрем. Міне, мен сондай әдемі, ақылды және көңілдімін. Менің досым бар, ол маған үнемі сыйлық беріп тұрады. Біз бірге ойнаймыз. Оның аты Серік. Серік! Бүгін маған не алып келдің? Неге айғайлайсың? Мен осындамын. Сені жақсы естіп тұрмын. Менің саған сыйлығым бар. О, көргім кеп тұр. Қорқам! Көмектесіңдер! Қорқам! Серік! Мен осындамын. Неге айғайлап жатсың? Бұл кәдімгі құрт қой. Тек мармеладтан жасалған. Дәмді. Ням-ням. Мәссаған! Мені қорқытып жібердің ғой. Құрттың керегі жоқ. Маған сыйлық бер. Сыйлық. Жарайды ендеше. Міне саған сыйлық. Мынадай жастық антистресс. Күлегеш жастық. Ал ендеше, мен оны қайтем? Бауыр, сен оның үстіне мініп секірсең болады. Батут секілді. Міне бұлай. Оппа, 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 оппа. Көрдің бе? Тамаша. Ух ты! Керемет! Маған ұнап тұр. Тағы не істесе болады? Оның үстінде ұйықтауыңа болады. Ыңғайлы болу үшін дұрыстап, жайланып жатып ал. Міне, осылай. Тамаша. Мәссаған! Расында өте ыңғайлы. Бұл жастық неге антистресс дейтінін енді түсіндім. Балалар, сендерге біздің жастық ұнаса, лайк басуды ұмытпаңдар. Және тезірек. О, Серік, бізге қонақ келген секілді. Мынау кім екенін білмейсің бе? Эх, бауыр, тауықты танымай қалдың ба? Қараш қандай сүйкімді. Ол неге айғайлай береді? Ол айғайлап жатқан жоқ, әндетіп жатыр. Міне, тыңда. Мәссаған, керемет қой. Маған ұнап тұр. Балалар, сендерге біздің тауық ұнады ма? Коммент жазыңдар. Серік, маған тағы бір сыйлығым бар деші, кішкентай болса да, Бауыр, саған әлі аз ба? Жарайды, достым. Мінекей, саған кішкентай сыйлық. Серік, мынау не? Мен қыз емеспін ғой. Ну вообще, саған ренжіп қалдым. Осындайда сыйлық бола ма екен? Кешірші, бауыр, сені ренжіткім келмеді. Ендеше, оны лақтырып жіберейік. Қайдағы лақтырған? Ақыры алып келген екенсің. Аш ендеше. Қыздарға қандай сыйлық жасырады екенін көрейік. Балалар, ішінде қандай ойыншық бары сендерге қызық па? Коммент жазыңдар. Ал ендеше ашайық. Ішінде не бар екен? Ішінде мынау сарысы бар. Ал оның ішінде ше? Тез болшы, әйтпесе шыдамым жетпей барады. Шыда, батыр, аз қалды. Мінекей, оппа. Мынау кім екен? Көрсетші. Мұнда динозавр. Кел, оны құрастырып көрейікші. Қызық екен, сондай сүйкімді. Фу, Серік, мен қыздар сияқты сөйлей бастадым. Қойш, ол расында сүйкімді ғой. Тек оны құрастыру керек. Алақай, динозаврик! Жарайды, Серік, сені кешірдім. Бірақ келесі жолы жақсы сыйлық алып кел. Яғни, нормальный жігіттерге арналған сыйлық. Түсіндің бе? Балалар, егер сендерге бауырдың бүгінгі сыйлықтары ұнаса, лайк басыңдар.